Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, шәкірттер. Біз иншалла бүгін дәрісімізді жалғастырамыз. Өткен дәрісте жахд мұтлақ, жахд мұстағрақты өттік. Тексерістен өттік, біреулер өтпей қалды дегендей. Бүгін иншалла бізде ма және ла және лән етістіктері. Ма білеміз, ол линейфи хал, ла болса линейфи истиқбал. Олардың жіктеуінде ешқандай айырмашылық жоқ. Яғни қалай сіз янсуру, янсурани, янсуруны жіктейсіз, дәл солай мәмен де жіктейсіз. Еш нәрсе түспейді, еш нәрсе өзгермейді. Яғни мәні қосасыз болды. Ма янсуру, ма янсурани, ма янсуруна, ма тансуру, ма тансурани, ма янсурна. Ма тансуру, ма тансурани, ма тансуруна, ма тансурина, ма тансурани, ма тансурна, ма ансуру, ма нансуру. Тамам? Ла да солай. Ла янсуру, ла янсурани, ла янсуруна, ла тансуру, тансурани, ла янсурна. Не жоқ? Ешқандай өзгеріс жоқ. Тек мағынасында ғана. Я? Мә деген осы шақтың болымсыз етістігі, ла болса келер шақтың болымсыз етістігі. Мәшгүлдерді қалай жіктеуді білесіздер. Егер етістіктің айын әріпі өзгерсе, оны қалай жіктеуді білесіздер. Оны айтудың қажеті жоқ. Енді тек айырмашылық қай жерде лән. Лән бізде келсе, ол доммасы бар жерде, қай жерде дома бар, сол жерде фатхалайды. Солай ереже. Не дейміз? Қай жерде домма бар, сол жерде не істейді ол? Фатхалайды. Ал қай жерде нун бар, сол жерде не істейді? Алып тастайды. Тек қай нунға теспейді? Көпше тегінің, әйел тегінің көпше тегіне теспейді. Қайсы жамы муаннас ғойб және жамы муаннас мұхатапқа не істейді? Теспейді. Демек, лән янсуро. Янсуро не болса лән? Янсуро. Ну не істейді? Тұтылады. Янсуруна болса лән? Янсуру. Одан кейін не кетеді? Тансуру. Тансуру кесе, демек лән кесе не болады? Тансуро. Лән тансуро. Тансурони? Лән тансуро. Янсурнаға келген кезде не істейді? Ешнәрсе жасамай қалады. Онда не болады? Ла янсурна. Одан кейін тансуру. Оны не істейді? Тансура қол жерді. Лән тансура. Одан кейін тансурани? Лән тансуро. Одан кейін тансуруна? Лән тансуру. Одан кейін тансурина? Лән тансури. Одан кейін тансурани? Лән тансуро. Одан кейін тансурна? Лән тансурна. Ансуру? Лән ансура. Нансуру? Лән нансура. Түсінікті? Жақсы, тақтаға бір жаза салайын, егер де біреу түсінбей қалса тағы. Сендер міндетті түрде дәптерлерің болсын. Жігіттер, құрметті шәкірттер, жазылған нәрсе есте қалады. Жаттаған нәрсе ұмытылады. Тамам? Сондықтан да қайталау үшін әрдайым дәптер болсын. Кітапқа сенбеңіздер. Кітабым бар деп. Жазу ол бөлек. Өйткені біз бұл дәрісте тек қана жаттау қабілетті дамытпаймыз. Бұл жерде біз көп нәрсе дамытамыз сарфта. Біріншіден ол есе сақтау қабілеті бір. Жақсы. Екінші, араб тілінде сөзді айту. Яғни тіліміз не істейді? Жаттығады. Тіліміз араб тіліне бейімделеді. Сондықтан да айны бар, тосы бар, доды бар, әріптері бар етістіктер жіктеуге тырысыңыздар. Жақсы практика жасаңыздар. Сіздердің тілдеріңіз үйрену керек. Кейін сөйлеген кезде акцент шықпайтындай не істеу керек? Жаңағы айту керек. Одан кейін тағы да не үйренеміз? Жазуды. Дұрыс жазуды. Дұрыс жазуға мән беріңіздер. Дұрыс харакаттарды қоюға. Қай жерде әріп бар, қай жерде әріп жоқ. Өйткені иншалла мен дәптерлеріңізді бір тексерем, ол жерде қателер болса, кәдімгі көрсетеміз. Мынандай мысалы, беріңізші сіздікін көре салайық. Мүмкін бұл жерде бір қатер тауып қалармыз. Бар ма? Мысалы, так. Мына қате таптық. То есть қарапайым қате. Қате бүкіл жерде. Ләмманы қате жазған. Ләмма немен келеді? Мына бай қарасаңыздар, мына жерде экранда ләмма. Не болу керек? Алиф болу керек. Ләмма ғой. Одан кейін ансор деп қойыпты. Негізі ләмма ансур ғой. Нансор деп қойыпты. Негізі нансур. Көрдіңдер ма? Осындай қателер, ол болмашы қателер. Адам оны өзі байқамай қалуы мүмкін. Сондықтан да жазыңыздар, кітаппен тексеріңіздер. Жақсы, жазуды да үйрену керек. Одан кейін жатқа жазуға тырысыңыздар. Бір көшіріп алдым ғой. Кейін черновик ал да жатқа. Бір етістікті ал. Кез келген жатқа жаз. Сосын тексер. Немесе біреуге тексерт.
Tamam? Сол кезде иншалла жазудан да, ойланудан да бүкіл жағынан иншалла дамисыздар. Tamam? Жақсы. Яғни sonra бізде не бар? Ереже бар. Қандай ереже бар? Әл-илму қайдун вәл-китабату қайдун дейді. Білім ол аң дейді. Әл-илму қайд. Әл-илму сойд. Сойд деген аң. Ал вәл-китабату қайдун дейді. Қайд дегеніміз ол жіп. Яғни аңды сен жіп болмаса ұстай алмайсың. Иә? Сол үшін де оған не керек? Жіп немесе анау не дейді? Қазақшасы? Жоқ. Кісен. Қойд деген кісен. Яғни сен кісенің болса, аңды ұстай аласың. Түсінікті ма? Демек сен егер де білімде сенде кісенің болмаса, яғни жазбасаң, ол білім не істейді? Қашып кетеді. Жазып отырыңдар. Менің әрбір айтқан сөзімді жазу керексіңдер негізі. Мен мысалы айттым ғой, доммасы бар жерде фатха болады деген, бұл бір ереже. Қай жерде домма бар, сол жерде не болады? Фатха болады. Қай жерде нун болса, нун не істейді? Түсіп қалады. Қай жерден әйел тегін көпше түрі болса, ол жерде не істейді? Нун түспейді. Міне жазғандар бар ма соны? Сол ережені жазғандар бар ма? Жоқ, ертең оны ұмытылады. Жазыңдар, сол үшін не қарап отырсыңдар маған. Tamam. Lan yansura, lan yansura, lan yansuru, lan tansura, lan tansura, lan yansurna. Lan tansura, lan tansura, lan tansuru, lan tansuri, lan tansura, lan tansurna. Lan ansura, lan nansura. Түсінікті? Мәчхул дәл осылай жазыңдар. Сіздердің дәптерлеріңізде маълум, мәчхул барлығы болу керек. Tamam? Ештеңе қалмау керек. Ертең тексерем. Егер де мен айтқан нәрселер болмаса, қара тізім. Tamam? Сондықтан да келесі дәрісте толықтай болсын. Сұрақтар бар ма? Мен сөздің аяғындағы домманы фатхаға айналдырамын. Иә. Болды. Нунды түсіреміз. Басқа сұрақ? وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.